Қазақ халқы ежелден салт дәстүрлерге, салт жоралғыларға өте бай ел. Қазақ халқында ежелден келе жатқан сәлем салу, сәлем беру дәстүрі қалыптасқан. Бұндағы сәлем салу мақсаты үлкенге қарсы келмеу, үлкеннің жолын кеспеу, осы арқылы үлкендердің батасын ала отырып, жас өркен көктеп көгеру. Қазірде кейбір қандастарымыздың, жат ағымдардың жетегіне кеткен қандастарымыздың пікірінше, ойынша, сәлем салу бұл үлкен ширк, Аллаға серік қосу деп айтып жатады. Жалпы исламда сәлем салу, Аллаға серік қосу деген шариғи бірде-бір үкім жоқ. Пайғамбарымыздың өзі сахабаларымен үлкен жорықтардан, сапарлардан келген уақыттарда ауыл ақсақалдарына иіліп, құшақтасып, амандасқан делінген кейбір деректер бар. Кейбір ислам ғалымдарының айтуынша, ол сәлем беру, сәлем салу намазда тұрғандағы, құлшылықтағы рукух дәрежесіне дейін ғана иілген жөн деп айтып жатады. Қазақ халқы ежелден өзінің салт жоралғылары, салт дәстүрлерін еш асылдылығын жоймай келе жатыр. Және қазақ халқы салт дәстүрлерін дінмен сабақтастыра білген, көреген халық.